Мұхтар Әуезовтың «Түнгі сарын» спектакліндегі Мөржан, Ғабит Мүсіреповтің «Қозы көрпеш» баян сұлуында Баян, Шиллердің «Зұлымдық пен махаббатында» Луиза, Гольдонидің «Екі мырзаға бір қызметкер» комедиясында Смиральда, Шыңғыс Айтматовтың «Алғашқы мұғалім» пьесасында Алтынай, Тахауи Ахтановтың «Күшік күйеу» комедиясында Гүлжамал сияқты образдар Әмина Өмірзақованың актерлік шеберлігін шыңдай түседі. Үздіксіз ізденіс пен тынымсыз еңбектің арқасында Әмина Өмірзақова «Ана туралы аңыз» фильмі үшін Азия мемлекеттері кинофестивалінде ең үздік әйел рөлі номинациясы бойынша жеңімпаз болды. Режиссердің ең бірінші миссиясы актер таңдау. Бұл ретте Шәкен Айманов «Тақиялы періштедегі» ананың рөлін Әмина Өмірзақоваға тапсыруды әлдеқашан ойластырып қойса керек. Сондықтан Тайлақтың анасының рөліне кастинг іріктеу болмаған.